Тіл қазандағы сорпадай бүлік-бүлік қайнаған алып қала. Бір-біріне мінгесе жылжыған сансыз көлік. Адамдарды қаттап тұрып салып алған автобус. Үлкендерге орын берсеңдерші, дейді біреулер. Ешкім мыңқ демейді. Ойбай аяғым, көзіңе қарамайсың ба? Жинап тұр аяғыңды. Сіз маған жатып алдыңыз ғой. Ұнамаса таксимен жүр. Жатып алды дейді ғой. Біреуі күңкілдеп, бірі зіркілдеп, енді біреуі қоғамға әлде өзіне іштей кіжініп, қоғамдық көліктің іші сіріңкеге сықай толған қорапқа ұқсап келе жатқанда бір дауыс. «Можно я сяду?» деп қалды. Сол-солақ екен, түрегеп тұрғандар жапырыла ысырылысып, отырғандар орнын шапшаң босатып, әлгі әсем дауыстың иесіне бар мейірімдерін төге үлкен құрметпен қарады. Көлік-көліктің арасымен бірі-бірінен өтіп кетейінші деп рұқсат сұрап, біріне бар білген боқтығын жұмсап, табандап жылжып келе жатқан жүргізуші уақыт ұтқысы келді ме, саңылау-саңылауды қуалап аялдамаға тоқтамай өте шықты. «Тоқтасаңшы, ей, қайда өтіп кеттің? Денің сау ма өзіңнің? Көріп тұрсыңдар ғой, өленбей енді келесі аялдамадан түсесіңдер». Жүргізуші мен жолаушылар бір бітпес дау бастап, ол шарықтау шегіне жетіп, екі жақ бірін-бірі көрместей, автобус енді ешқашан тоқтамастай болған кезде, «Стой, я говорю, сколько можно?» деп қалды бір қатаң дауыс. Қиқ-шиқ, пух-пыш еткен қоғамдық көліктің жан дауысына жапырыла құлап, бірін-бірі басып қалған жұрттың ыңырсыған, ойбайлаған, жеті атадан сыбай тартқан үндері қосылып, бір-ақ сәтте айнала азан-қазан боп кетті. Жолдың дәл ортасында, тынысты қысқан сансыз көліктің айғай аттанына пысқырып та қарамаған жүргізуші күллі жұртты шулатып есігін ашты. «Құдіретіңнен айналайын, ресми тіл!»